Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте дәмді маргарита пиццасын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде мен рецептімен дайындап көріңіздер, дәмі өте дәмді, ерекше жұмсақ болып шығады. Ең алдымен пиццаны дайындау үшін біз қамырын ашытып алуымыз керек. Ол үшін бізге сүт, су, май, тұз, құмшекер, ұн, дрожж және жұмыртқа қажет болады. Және де қыздар, мен каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін де басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен біз сүтімізді, суымызды, жұмыртқамызды қосып, тұз және де құмшекер мен тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз, майды қосамыз. Және де майдың орнына сіздер сұйық май қолдансаңыздар да бола береді. Оливка масло болсын, кәдімгі пісте май болсын бола береді. Енді дрожжымызды саламыз, оны да жақсылап араластырып, ұнды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл қамырдан менде 5 пицца шықты, бірақ мен бұл 5 пиццаны бірден пісіріп алған жоқпын, қыздар. Оны холодильникте сақтап қойдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Қыздар, сосын қамырдың бетін міндетті түрде майлап қойыңыздар. Осылай сол кезде қамырларыңыз көтерілген кезде қақпағына, болмаса салафанға жабыспайтын болады. Сондықтан осылай майлап қойғандарыңыз жақсы. Бізде өте жұмсақ, сондай нәзік қамырымыз шықты. Енді қамырымызды бетін жауып микроволновкаға қоятын боламыз. Қыздар, міндетті түрде микроволновкаға қойыңыздар, сонда қамырларыңыз тез ашитын болады. Егер де қыздар микроволновкаларыңыз жоқ болса, онда жылы жерге қойсаңыздар да болады. Мінекей жарты сағаттан кейін мінекей менің қамырым ашыды. Қамырым өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Қолдарымызды майлап, осылай қамырды жинап аламыз. Енді пиццамызды дайындауға кірісейік. Противнімізді осылай жақсылап майлап аламыз. Қолымызды да міндетті түрде майлаймыз. Бұл жерде бізге ұнда ештеңке оқтау да қажет жоқ. Бізге керекті қамырымызды алып, противнге осындай қолымыздың көмегімен жаятын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, жайылуы жеңіл қамыр болып шығады. Қолмен осылай жайсаңыздар, видеодағыдай қамыр созылмалы қамыр болып шығады. Бұл қамырмен сіздер тек қана пицца емес, пирожки де, бауырсақ та, сосиска в тесте де пісіре берсеңіздер болады. Үй жағдайында пісірілген пиццалар өте дәмді болып шығады, өйткені сіздер өз фантазияларыңызды қосасыздар бұл жерде. Содан соң сырын өте мол қылып істейсіздер, сонда пиццаларыңыз өте дәмді болып шығады. Мысалға, мен бұл жерде бортиктерін, пиццаның шет-шетін көбінесе балалар жемей қояды ғой. Сол себептен мен осы жан-жағына сырды қоямын. Сол кезде пиццадан ештеңке де қалмайды. Жан-жағында балалар сүйсініп жеп қоятын болады. Сіздер де міндетті түрде осылай мен сияқты жасап көріңіздер. Сіздердің балаларыңызға, жанұяларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Мінекей осылай қайтадан жайып шығамыз қамырды. Енді ортасына менде майонез бен кетчупты қоса салдым. Сіздер өздеріңіз білетін соусты да істеп жақсаңыздар болады. Жалпы мен осы пиццаны кетчуп майонез қосып істей саламын. Соның өзінде өте дәмді, ерекше болып шығады. Енді бізге маргарита пиццасына тек қана помидор мен сыр қажет болады. Помидор мен сырымызды аямай көптеп қосамыз. Сол кезде пиццамыз созылмалы, өте дәмді болып шығады, қыздар. Бұл жерде маған бір пиццаға 300 граммдай сыр кетті. Негізі үй жағдайында сырды көптеп қоса бересіздер, сонда өте дәмді созылмалы болып шығады. Сырдың бұл жерде моцарелла деген сырды алсаңыздар болады. Болмаса сыр для бутербродов деген түрлері де бар. Соны алсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Пиццаларымызды қызып тұрған пеште 230-250 градус аралығында пісіреміз. Пиццаларымыз өте тез піседі. 15-20 минутта піседі пиццаларымыз. Міндетті түрде қыздар, мен рецептімен дайындап көріңіздер, дәмі өте ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.